Күні бойы өзіңізді шаршаңқы сезініп, энергияңыз жетіспей, қалғып мүлгіп, отырған жеріңізде жата кетуге дайын болып отыратын сәттеріңіз жиі болып тұра ма? Ондай болса, сізде созылмалы шаршау синдромы болуы әбден мүмкін. Ең алдымен бұл синдромның пайда болуына қандай факторлар әсер ететінін анықтап алайық. Созылмалы шаршау синдромының пайда болуына әсер ететін негізгі факторлар: адамның өмір салтының дұрыс болмауы, яғни күн сайын қарқынды белсенділік, өзінің уақытын ұтымды жоспарлай алмау, еш үзіліссіз және демалыссыз ұзақ уақыт бойы ой және дене еңбегімен қатар айналысу, дұрыс ұйқы режимінің болмауы, таза ауаның, яғни оттегінің жетіспеуі, сондай-ақ дұрыс тамақтанбау. Яғни бұл жерде дұрыс тамақтанбау дегенде әртүрлі адамның белсенділігі мен ақыл-ойының қабілетін, эмоционалдық тұрақтылығын сақтап қалуға деген қажетті дәрумендер мен микроэлементтердің ағзаға жетіспеуі. Міне осылардың барлығының салдарынан адамда осындай жағдай пайда болады. Сондай-ақ әртүрлі сырқаттардың бой көтеруі, созылмалы аурулардың сыр бере бастауы, адамның ағзасының бар ресурстарын тауысып, оның қалпына өздігінен келуін және күйзеліске деген төтеп беру қабілетін төмендетіп тастайды. Бұл синдроммен күресу үшін ең алдымен осы факторлардың қайсысы екенін анықтап алып, дереу оны өз өміріңізден жоюға әрекет ету қажет. Күн тәртібін сақтаңыз. Ұйқы мен демалысты ретке келтіріңіз. Яғни дененің қалпы дұрыс болса, адамның көңіл күйі де, ұйқысы да, энергиясы да бәрі жақсы, мол болады. Сол себепті де өзіңіздің күн тәртібіңізді, өзіңіздің ісіңізді, уақытыңызды ұтымды, дұрыс жоспарлай біліңіз. Және ұйқы мен демалысты бірінші орынға қойыңыз. Жұмыс пен демалысты тепе-теңдікте ұстаңыз. Міне сол кезде сізде ешқандай да шаршау сезімі болмайды және энергияңыз көбейіп, күні бойы жақсы көңіл күйде жүретін боласыз. Ден саулығыңыз бен жан саулығыңызды қатар ұстаңыз. Аман болыңыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы. Тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар.